Ауыл халқының табысын арттыруға бағытталған ауыл аманаты жобасын жүзеге асырудың тетіктері мен кемшіліктер алда атқарылатын жоспар. Облыстық мәслихаттағы Аманат партиясының депутаттық фракциясы отырысының күн тәртібінде осы мәселе жан-жақты талқыланды. Ауыл аманаты жобасы біздің өңірде 2023 жылдан бастап жүзеге асырыла бастады. Мақсат ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту. Бағдарлама туралы кеңінен түсіндіру, насихат жұмыстары жүргізілді. Жоба бойынша облысқа 6,4 миллиард теңге бөлінді. Игерілуі 96%. Дегенмен бағдарламаны бұра тартқандар да бар. Соған сай келісім шартқа бірнеше тармақтар енгізіліп отыр. Келісім шарт жүрген уақытқа жұмыс орындарын сақтау мысалы деген. Ато отчетқа деген 6 айдан кейін или 1 жылдан кейін 1-2 орын жұмыс қостайды да, отчет тапсырады, сосын жұмыс орнында жоқ, ештеңе жоқ. Бізде мына шартпен деген негізі сол несие алған кісіден толыққанды кәдімгі ақшаны қайтаруға мүмкіндік бар, егер де осы шартты орындамаса. Облыс тұрғындарының 43,5% ауылдық жерде тұрады. Олардың әл-ауқатын арттыру, тұрақты жұмыс орындарын ашу, бастаған істерін дамыту. Бағдарламаның негізі осы. Биыл бұл мақсатқа бөлінетін қаражат көлемі 7,9 миллиард теңге. Қаржының басым бөлігі ауыл шаруашылығына бағытталмақ. Сонымен қатар, ұсақ шаруашылықтарды ірілендіріп, ауыл шаруашылық өндірістік кооперативтерін құруда осы жылдың еншісінде. Жоспар техникаларды жаңартып, құрал-саймандармен қамтамасыз ету. Мысалы, ауылдарда тұрғындар, жаңағы осы ауыл шаруашылық өндірістік кооперативке кірген тұрғындар болмаса, сол ауыл тұрғындарына мынау мал азығын дайындауда ауыл шаруашылық кооперативтердің жаңағы орны бөлек болуға тиіс. Жаңағы өздерінің осы кооперативке кірген мүшелеріне арзандатылған мал азығымен қамту. Сол бойынша жаңағы соларды кооператив жандандыру үшін біздер жаңағы оларға 2,5%-бен несие беріп жатырмыз. Бұдан басқа 2,5%-бен жаңағы техника, алған техника құрал жабдықтарына лизинг арқылы жаңағы беруді жоспарлап отыр. Қаржының мақсатты жұмсалуы, несие беруді цифрландыру, мал сатып алу мен техникамен қамтамасыз ету бойынша ұсыныс пікірлер ортаға салынды. Көтерілген мәселелердің барлығы да хаттамаға түсіріліп, партияның орталық аппаратына және үкіметке жолданатын болды. Ақболат Мұстажабылы, Алтынбек Тынышқалиев, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.